Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар? Бүгін біз сіздермен мұғалімдерге арналған квал-НКТ тест талдайтын боламыз. Оқу әдістемесі, методика және педагогика пәндері 2024 жылғы тест сұрақтары мен жауаптары. Күнделікті жаңа нұсқаларды көру үшін каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Бірінші сұрақ, үшінші нұсқа, бірінші сұрақ. Мұғалімнің сыныптағы оқу үдерісінің тиімділігін айқындауына қажет факторлардың бірін көрсетіңіз. Балалардың қалай оқитынын түсінуі. Екінші сұрақ, балалар өздерінің сеніміне, біліміне сүйеніп, пайымдау жасай алады деген түсінікке негізделген оқыту ортасы оқушыға бағдарланған деп аталады. Үшінші сұрақ, сабақтың оқу мақсатын қалыптастыруда қойылатын сұрақтардың бірі. Оқушылар қандай мәселелерді зерттеп талдаулары керек деген сұрақ. Төртінші сұрақ, жабық сұрақтардың балама атауы төмен дәрежелі деп аталады. Бесінші сұрақ, баланың оқу және проблемаларды шешу қабілеті танымдық даму. Алтыншы сұрақ, оқудағы қарым-қатынасты бір сарындылықтан арылтып, оқушының білім алуын алға жылжытатын белсенді әрекет. Әңгімелесу. 7. Оқушыларға анағұрлым толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, өз идеяларынан көмек етіп қойылған сұрақ қалай аталады? Ол сынақтан өткізу деп аталады. 8. сұрақ, көпіршелер деп саналу үшін оқыту мен оқуда қарастырылатын жағдайдың бірі, оқушыларға өз бетінше орындай алмайтын тапсырманы орындауға мүмкіндік беру. 9. сұрақ, мектептерде оқыту мен оқуды жақсарту мақсаты. Академиялық империализм. 10. сұрақ, субъектілерге басқалардың мінез-құлқының салдарын көруге, әртүрлі мінез-құлықтың салдары туралы белгілі түсінік алуға мүмкіндік беретін тәсілдің бірі. Ол бақылау тәсілі. 11. сұрақ, баланың іс-әрекеті мінез-құлқын белгілі нормалар мен ережелерді орындауға ынталандыруды көздейтін әдіс бақылау әдісі деп аталады. 12. сұрақ, оқушылардың танымдық және әлеуметтік белсенділіктерін арттырады. Пікірталас. 13. сұрақ, топ мүшелерінің белсенділігі, тобішілік белсенділік. 14. сұрақ, оқытуға қойылатын талаптардың бастапқы белгілі жүйесі, оқыту үдерісінің принциптері. 15. Оқу материалы оқушылардың жас ерекшеліктеріне, дүниетаным қабілеттеріне лайықты, бірте-бірте күрделендіру принципімен құрылады. Жауабы жүйелік пен сабақтастық принципі. 16. Білім мазмұнын қалыптастыру деңгейлері. Жалпы теориялық түсінік, оқу пәні, оқу материалы, оқыту үдерісі және тұлғаның құрылымы немесе тәрбиелік технологиялық сауаттылық. 17. Білім алушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту және оның қалыптасуын тексеру құралы, шығармашылық сипаттағы тапсырмалар деп аталады. 18. сұрақ, әдістің негізгі қызметі, іс-әрекетті реттеу және бағдарлау. 19. сұрақ, оқытудың машықтық әдістері, жаттығу, лабораториялық. 20. сұрақ, белгілі бір сызба арқылы жүргізіледі және ол бақылап зерттеудің міндеттеріне қарай өзгеріп отырады. Сабақты талдау. Осымен 3-ші нұсқаның сұрақтары бітті, ал енді 4-ші нұсқаға өтейік. Бірінші сұрақ, оқу үдерісінің тиімділігін анықтайтын негізгі фактордың бірі, оқушының өз бастамасымен оқитынын мұғалімнің білуі. Екінші сұрақ, Мерсер балалардың сыныпта талқылау кезінде өз сөздері дәйектеуінің 3 түрін анықтаған, соның бірі болып табылатын пікірталастық әңгіменің сипаттамасы. Дұрыс жауап, басқа адамдардың көзқарасын қабылдауды қаламайды, бәсекеге қабілетті. Үшінші сұрақ, мұғалімнің оқыту туралы көзқарасының қалыптасуына зор ықпал ететін және іс-әрекетке бейімділігіне байланысты құндылығы ұстаным деп аталады. Төртінші сұрақ, кіші жастағы балалармен дәл өзін қоршаған ортамен және адамдармен әрекеттесу кезінде оқу және даму жүзеге асады деп қарастырған оқу тәсілі танымды. Бесінші сұрақ қойылғаннан кейінгі кідіріспен қатар оқушының жауабын алғаннан кейін де кідіріс жасау қажеттігі. Оқушы өз жауабын түзетуге, нақтылауға мүмкіндік алады. 6-шы сұрақ.
Оқушының өзекті даму деңгейі. Лев Выготскийдің айтуы бойынша, тәжірибелі адамның көмегіне сүйену. 7-ші сұрақ. Оқушының өзекті даму деңгейі. Тәжірибелі адамның көмегіне сүйену. Негізі, мына жерде 6-7 сұрақтарда бірдей сұрақ келген. Текстте негізі кім айтқан деп келуі мүмкін, екі түрлі вариантта, екі түрлі сұрақ болып келуі мүмкін. 8-ші сұрақ. Мұғалімнің көзқарасы, қабылданған шешімінің және іс-әрекетінің негізі құзыреттілік. 9-ші сұрақ. Тұлғаның рухани адамгершілік және этикалық ұстанымдарын, адамгершілік қасиеттерін және көзқарастарын қалыптастыруға бағытталады. Рухани адамгершілік тәрбие. 10-ші сұрақ. Тұлғаның зияткерлік мүмкіндігін, көшбасшылық қасиеттерін және дарындылығын дамытуды қамтамасыз ететін тәрбие бағыты. Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі. 11-ші сұрақ. Ұжымда және тұлғаны тәрбиелеудің басты нәтижесі қоғамдық бағыттылығы. 12-ші сұрақ. Оқытудың көрнекілік принципі. Білудің, танудың, ұғынудың басты құралы. 13-ші сұрақ. Тұтас педагогикалық үдерістің құрауыштары. Оқыту мен тәрбиелеу немесе сабақ және сынып. 14-ші сұрақ. Білім беру мазмұнын қалыптастыру деңгейлері. Пәнге дейінгі пәндік оқу материалы. 15-ші сұрақ. Білім беру саласындағы мемлекеттік стандартының құрамдас бір бөлігі. Білім беру мазмұны. 16-ші сұрақ. Оқыту формасының түрлері. Сабақ, практикалық және лабораториялық сабақтар, оқу экскурсиясы. 17-ші сұрақ. Ми қызметі арқылы қатысушыларым қиын мәселеге көңіл аударып, өздерінің идеяларын айтып, оның шешу жолдарын қарастырады. Дискуссия. 18-ші сұрақ. Мектеп басшылығының өкілдері немесе тәжірибелі әріптес ұстаздар жүргізеді. Сабақ талдауда. 19-ші сұрақ. Оқушының пәнді терең түсіну қабілетін дамытуды алған білімдерін кез келген жағдайда тиімді пайдалана білуі сындарлы деп аталады. 20-ші сұрақ. Әртүрлі жастағы табысты сыныптарда мұғалімнің оқу үдерісін бағыттап, толықтырып, қолдап отыру рөлі. Үйлестіруші. Осымен оқу әдістемесінен 3-4 нұсқа тест талдаулары аяқталды. Тағы да талдауларды қаласаңыздар, каналымызға тіркеліп, комментарийға жазып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.